Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Атырау тікелей эфирінде қасиетке толы қадір түні арнайы хабары. Біз қазір Атырау қаласындағы орталық мешіт Иманғали мешітінен тікелей эфирде хабар таратып тұрмыз. Сіздер бүгін қадір түніне арналған ғибадат пен ғибаратты тамашалай аласыздар. Бізде қазір бірер минуттардан кейін Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлы менің әріптесім Нұркенге сұхбат беретін болады. Бұдан бөлек сіздер бүгінгі тікелей эфирдегі шығарылымда жасөспірімдер арасындағы Құран оқудан өткен сайыстың жеңімпаздарын марапаттауын, сондай-ақ өзге де имамдар мен дінтанушы ғалымдардың сұхбатын, Рамазан туралы айшықты пікірлерін, қазақ даласындағы ислам дінінің таралуы мен оған қатысты өркениетті мәдениет туралы мағлұматтарды тікелей эфирдің хабарынан тамашалай аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір Нұркен әріптесіме кезекті берейін. Нұркен, рахмет. Нұркен, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Жалпы ислам діні адамзатқа түскен ең соңғы дін және соңғы пайғамбармен келген қасиетті дін. Бүгінгі таңда қазақ даласында осы қасиетті дінді таратуға үлес қосқан ұлы тұлғалар мен үлкен империялар болған болатын. Алтын Орданың құрамында болған түркілерге ислам діні қалай келді? Ислам дінінің өркениетін жалғаған керуен бойында, яғни жібек жолының бойында орналасқан Сарайшық қаласының қандай маңызы бар? Бізге осы туралы мағлұматты айтуға менің қасыма қазір Айбек Тұрарұлы, тарихшы археолог мырза келіп тұр. Айбек мырза, жалпы ислам діні қазақ даласына қалай келді? Сарайшықтың ислам әлемі үшін, ислам өркениеті үшін қаншалықты маңызы бар? Сол туралы біздің көрермендерімізге мағлұмат бере кетсеңіз. Жалпы қазақ даласына ислам дінінің келуі толық орнығуы мынау Атлақ шайқасымен 8 ғасырда 751 жылы Атлақ шайқасымен байланысты. Бұл кезде Қытайлармен мұсылман әскері шайқасып, мұсылмандар жеңіске жеткен болатын. Бұл Тараз қаласының маңында болды. Осы кезде Қазақстанның оңтүстігінде Қарахан мемлекеті ислам дінінің орталығы болып танылады. Осы Жетісу, оңтүстік Қазақстанға ислам діні осы кезде таралды. Ал біздің батыс өңірге келетін болсақ, бұл Алтын Орда заманына келеді. Алтын Орда заманында осы жерде Сарайшық қаласы жақсы өркендеп дамыды. Осы жерге бізде Бұқарадан, оңтүстік Қазақстан, Түркістан өңірінен ислам дінін таратушылар сол кезде келе бастаған. Алтын Орда тарихында ең алғашқы мұсылман хан бұл Берке болған деп айтады. Берке Бұқарада ислам дінін қабылдаған. Осы кезде Алтын Орда тағы босап, Берке өзіне мұрагерлікке қалған хан тағына бару үшін Бұқарадан Еділ бойындағы Алтын Орда астанасына сапар шегеді. Осы кезде ол үргеніштен Сарайшыққа келгенде, бұның қасында 500 қолдаушысы болған екен дейді. Ал Сарайшық қаласынан шыққан кезде оның қасында 1500 қолдаушысы болған, яғни жақтаушылары. Бұл Сарайшық қаласында мұсылмандардың көп болғанын, яғни мұсылман дінінің орталығы болғанын көрсетеді. Ал егерде археологиялық материалдарға алсақ, бұл жерде беткі мәдени қабатта көптеген жерленім орындары бар. Бұл жерленім орындарында жүзін құбылаға қаратып жерлеу сияқты барлық мұсылман шарттары сақталған. Оның ішінде жерленім заттары болмайды. Яғни мұсылмандар кезінде бұрынғыдай құмырамен тамағын қою, сусын қою деген мәселелер жоқ. Сондай-ақ бұл Сарайшықта сырлы ыдыстардың барлық сыртында араб графикасында Құраннан сүрелер жазылған сондай ыдыстарды сондай әшкейле болды. Одан басқа жүзіктердің көзінде де қысқа сүрелері жазылатын сондай кездеседі. Жалпы Сарайшық осы біздің өңіріміздегі мұсылман дінін таратуға ең зор үлес қосқан қала. Бұл қалада Мұхаммед пайғамбардың мұрагерлері, қожа сейіттер дін таратқан деп айтылады. Сондай-ақ 1861 жылы Алексеев деген патша Ресей империясының офицері осы Сарайшықта зерттеу жүргізген кезде осындағы мұсылман дін иелерінің құлпытастарын көргенін жазады. Яғни бұл құлпытастарда ат Түркістани деген жазулар болған. Осы жерден, Түркістан өңірінен осы жаққа дін таратушылар көп болған байқаймыз. Жалпы Алтын Орда империясы жалпы түркілерден құралған үлкен алып империя болды, өзіңізге белгілі тарихшы ретінде білесіз. Жалпы осы Алтын Орда мемлекеті ислам дінін қабылдауға қандай да бір түрткі болды ғой. Соның ішінде ислам дінін түркілер жалпы қалай қабылдады? Бұл бізге қаншалықты жақын болды бұл дін? Ислам діні енді бағана айтқандай ең алғаш Берке кезінде таратылды. Кейін
одан кейінгі беркеден кейінгілері оны ислам дініне онша көп көңіл бөлген жоқ. Бірақ кейін Өзбек ханның кезінде бұл мемлекеттік дін болып қалыптасты. Содан бастап осы Алтын Орданың мемлекеттік діні мұсылман, яғни ислам діні болды. Бұл осы әлі сол жалғасып, сол Қазақ хандығына, Ноғай ордасы мемлекеттеріне таралды. Жалпы сарайшық қалашығында жалпы мешіт мұнаралар немесе ғибадатханалар болды ма? Біздің осы батыс өңірде, Атырау өңірі ислам діні үшін қандай құндылықтар бар бұл жерде? Мынау енді көптеген құландылардың орнынан біздер мынау көк нелерді байқаймыз. Үйдің сыртын мынау әсемдейтін элементтер, сәулеттік. Бұның бәрі сондай-ақ мынау жазу жазылған бағанағыдай. Алла деген жазу бар заттар табылды. Бұл енді сарайшықта мешіт болған. Сондай-ақ мынау Ибн Баттутаның несіне келетін болсақ, ол жерде олар ата деп аталатын түріктердің құрмет тұтатын адамы болғанын айтады. Яғни осы кезде ислам дінінің қазақ даласына келуімен ұлы тұлғалар да пайда болды. Яғни ислам таратушы. Біздің мысалы Қожа Ахмет Яссауи да осы Алтын Ордадан кейінгі кезеңдерде осы ислам дінін таратқан белгілі дін ғалымдар еді. Сіздің салиқалы сұхбатыңызға рахмет. Оразаңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше сау болыңыз.